Қайырлы күн, 30 гимназия арнасында жаңалықтар, алдарыңызда 11 сынып оқушылары. Бүгін бізде үлкен жаңалық, ұстаздар қауымының төл мерекесі. Олай болса бүгінгі күн ұстаздар өздеріңізге арналмақ. Ұстаз ұлағатты есім. Күн сәулесі әлемге қандай жарық берсе, ұстаздар да шәкірттеріне сондай жарық береді. Дәл қазір еліміздің түкпір-түкпірінде ұстаздарға арналған ыстық лебіздер мен жүрек жарды тілектер айтылып жатыр. Ендеше гимназиямыздың директоры Маткаримов Ерболсын Абайбекұлының барша ұстаздар қауымына арналған жылы лебізін бірге тыңдайық. Құрметті ұстаздар, сіздерді кәсіби мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жанарларыңыз әрдайым нұр шашып, жүздеріңіз күндей күлімдеп жүрсін. Зор денсаулық, ұзақ ғұмыр берсін. Оқушыларыңыздың атынан сіздердің ең ізгі тілектеріңіздің орындалуын, сондай-ақ отбасыларыңызда әрқашан бейбітшілік, келісім, қуаныш пен жайлылық болсын. Сіздерді келіп жеткен төл мерекелеріңізбен, мұғалімдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық болсын. Тек қана жақсы күндеріңіз көп болсын. Ұстаз мәңгілік мамандық. Ол шәкіртінің жүрегінде өшпес із қалдырып, білімнің шамшырағы бола біледі. Мектеп білім ордасы десек, сол орданың жүрегі ұстаз. Бүгінгі таңда біздің мектебіміздің іргесі қаланып, үлкен білім ордасына айналуына біраз ұстаздар атсалысты. Зүкен дайындаған бейнематериалға бірге көз жүгіртейік. Қайырлы күн. Бүгін біз номер 30 гимназияның тарихында елеулі орын қалдырған ұстаз Сағира Бекеновнаның үйіне жеке сұхбаттасу үшін келіп тұрмыз. Ендеше кеттік. Сағира Бекенқызы кәсіби мамандығын толық меңгерген, үлкен жүректі, ұйымдастырушылық қабілеті жоғары ұстаз. 1986-87 жылдары номер 28 қазақ мектебінде алғашқы қазақ сыныбын ашуға мұрындық болып, бастауыш және география пәнінің мұғалімі әрі басшы ретінде еңбек етті. Оқушы мен әріптестерін тыңдай білетін, дауыс көтермей-ақ көз қарасын жеткізетін, жүзі нұрлы, шынайы педагог. Білім беру ісінің үздігі атағына ие болды. Қазіргі уақытта зейнеткерлік демалыста. Ол ұжымға 39-дің ұжымдарына алды, зейнетке шықты. Одан кейін менің алған кадрларым әрі күнге дейін бар ғой. Сол кезде бастап істеп келе жатқан. Барлықтарына да еңбектері жемісті болсын. Зейнеткерлікке шығып отырсам да мен солардың тілеуінде отырамын ғой. Әрқашанда биіктен көрінсе екен деймін. Елім аман болсын, жұртымыз аман болсын, тіліміз, дініміз аман болсын. Еңбектерін жансын алтындарым. Әлемнің өзгеруіне, ғылымның дамуына да себепкер болатын ұстаз. Өйткені ұстаз қарапайым сабақ беруші ғана емес, ол болашақты қалыптастырушы, әр шәкірттің жүрегіне шырақ жағушы. Ұстаз деген жарық күні ғаламның, ұстаз деген анасы ол адамның. Бүкіл әлем мойындайды еңбегін, сен де одан адам болып жаралдың. Табан тіреп төзгенсің қаншауырға, тараптен де кетеді шаршауыңда, балбұл жанған балғыншы шәудір көздер, тұрғаныңда солардың қоршауында. Атағым алатаудай болып биік, тұрса да төбеміз көкке тиіп, алдыңда әрқашанда тағзым етіп, тұрармын ұстазым деп басым дейіп. Өткізіп өз алдынан талай бала, бойына құйдың ақыл, ой мен сана, сарп етіп сан жылғы еңбегіңді, ақылшы, тәрбиеші болдың ана. Ұстаз сөзін айтып жүрдік ән қылып, одан басқа жүрген кім бар жандығып. Ұстаз деген ұлылардың ұлысы, қадірлейік, бас иейік мәңгілік. Қиындықта кезіксе көп асуда, қанша терім төгілді жол ашуға. Сен шәкірттің ұстазы болмайсың тек, сен өмірдің ұстазы боласың да. Қайырлы күн, ендігі кезек гимназиямыздың ауа райын бірге болжайтын боламыз. 48-ші кабинет аумағында Маткаримов Ерболсын Абайбекұлы 11-ші сынып оқушыларының жоба балдарын талқылағаннан кейін ауа райы күрт өзгеруде деп күтілуде. Алдымен нөсер жауын, содан кейін қақаған аяз болады. Жылы киініп, төзімділік қолшатырын алып жүріңіздер. Ал Ғалия Мажитовнаның кабинетінің ауа райы сұр бұлтқа толғанымен күннің сәулесі өзінің нұрын шашып тұр. Бұл бізге жылулық пен мейірімділік береді. Қазақ тілі кафедрасында кезекті күн шуағы, жарыс пен шығармашылықтың элементтері көзді де, көңілді де жадыратады. Айткүл апайдың сабағына келетін болсақ,
аяқ асты бір басқа материкке түскендей, орманды дала тундраға келгендей боламыз. Күннің нұры мен жаңбырдың туындысынан әдемі кемпірқосақ күтілуде. Ал формулаға байланған физика кабинеті ызғарлы жел күтілуде. Сондықтан барлық формулаларыңызды жаттап, жылы киініп жүріңіздер. Ал математика кафедрасы әлемінде кезекті интеграл өтуде. Сондықтан өздеріңіздің жылы киімдеріңізді шешіп, жеңіл киімдеріңізді киіңіздер, себебі бұл жерде өте жылы. Ал Гүлсар астазымыздың сабағы қақаған аязға тап болып тұр екен. Сондықтан Әбілқайырдың 1468 жылы жеті құдыққа бет алған сияқты қақаған аязға тап болып қалмадыңыздар. Сол үшін жүйрік ойларыңызды дайындап келіңіздер. Ендігі кезекте Әли апайдың кабинетінде жаңа бір элемент табатындай жылы ауа райы күтілуде. 11 сынып жетекшілері Гүлнар, Айгүл, Мира, Маржан және Гүлзат апайларымыз тоғысқан жер әрдайым күншуаққа толы. Себебі ол кісілердің бізге артқан үміттері үлкен еді. Кейбір суық ауа райын белсендету үшін ағылшын блогы әрдайым ашық. Жанерке апайдың кабинеті ерекше сезім беріп, көңілді аулайды. Ауа райы қанша күрт өзгерсе де, гимназиямыздың іші күннің нұрына толы. Құрметті мұғалімдер, сіздерді келіп жеткен ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілейміз. Аман, сау болыңыздар.